үй салу кезінде қазекеңдер жіберетін соңғы 5-ші қателік ол есептемеу. Сіздер байқадыңыздар ма, мынадай хабарландыруда OLX-та толық аяқталмаған үйлер толып тұр. Неге деп ойлайсыздар? Оның себептерінің бірі оны дұрыс есептемеуде. Ол жерде тек қана материал есеп емес, сонымен қатар үйдің размерлерін, өлшемдерін адамдар дұрыс есептемейді. Адамдардың миында цифр, сандар жұмыс жасамайды. Мысалы, 7-де 5 зал ол нормально. А бірақ маған адамдар айтады, Ринат, маған 10-да 6 зал керек дейді. 13-те 6 холл тізім кезінде. 13-те 6 дейтін 78 метр квадрат. 78 метр квадрат дейтін 3 бөлмелі пәтер. Ойлап қараңыздар, ана кісінің бір холлынан 3 бөлмелі пәтер шығады. Ол оны түсінбейді. Неге? Себебі оның миында цифр жұмыс жасамайды. Оған бәрі тар болып көрінеді, тек қана үлкейту керек. Еще оған барып метр жарым болып фундамент қояды, бәленбай миллионға. И сосын крыша жабатын ақша жоқ. Бітті. Не істейді? OLX-қа шығарып сатып жүреді, егер өтсе. Міне бұндай жағдайда не істеу керек? Бұндай жағдайда адам сәулетшіге хабарласу керек. Сол кезде ол сен бірнеше миллион теңге эконом жасайды. Және ол саған әдемі дизайн, әдемі комфортный план жасап, сондай проект жасап береді да, полный. Сол үшін сенен 300 мың, 500 мың теңге алар. А бірақ ол саған қаншама миллион теңгені эконом жасайды. Жоқ дегенде 5 миллион теңге қалтаңда қалады. А сендер ойлайсыңдар, сәулетші алаяқ деп. Жоқ. Міне сол сәулетші хабарласпағанның кесірінен қазір хабарландыруда OLX-та сондай бітпеген үйлер толып тұр. Міне бұл соңғы 5-ші қателік.